арнасына интервью беріп жүр. Бүгін қаламыздағы өзен мұнай сервис мекемесі осы қызметте жүрген жігіттерге өздерінің қол көмектерін созып, біршама дүниелер әкеліп жатыр. Орынбасар Сейіт, оған белсендісі. Өзіңіздің бір-екі ауыз. Енді қазіргі болып жатқан жағдайға байланысты енді халқыма бірлік тілеймін, аманшылық тілеймін. Ел аман, жұрт тыныш болсын, халқым аман болсын. Сабырадай ағамыздың айтқандай, жылаған қазақты көрсем жаным ауырады дейді ғой. Осы біздің жылаған қазақты көргеннен кейін біздің өзен мұнай сервистің жігіттері, жұмысшылары, қызметкерлері, қаншама бауырлар, бригаданың жігіттері барлық қолдау көрсетіп, өздерінің қолынан келгенше енді жаңағыдай антисептиктер, маскалар, қолғаптар, сулар, ақ киімдер сыртына келіп, дезинфекционный киімдер барлығының өздерінің сәлемдерін айтып беріп көмектесіп жатыр. Бұның бітпейді. Кәсіподақ тарапынан да жігіттер көмектесейін деп жатыр. Тағы да қызметкерлер алдағы уақытта көмектесетін болады. Осы жерде айтқым келетіні, біз әрқашан біргеміз, бір-бірімізге қолдау көрсетейік. Осындайда қиыншылықта далаға кетіп бармай, бір-бірімізге бауырларымызға кішкене қол ұшын берейік деген ниетім бар. Тек Алла жар болсын, барлықтарын індеттен тезірек кетіп, жеңіс шығуымызға барлығын тілектеспін, иншалла. Халық аман болсын. Алла сауаптан жазсын сіздерге. Рахмет көптен көп. Достар, біз біргеміз.